Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін осындай өте әдемі мектепке арналған ободок жасап үйренетін боламыз. Алдымен бантик үшін ені 2,5 см, ұзындығы 24-14 см, 3 лента қажет болады. Ободогымызды қаптау үшін ені 2-2,5 см болатын, ұзындығы шамамен 1 метрге таяу лента қажет болады. Бантигіміздің ортасын безендіру үшін осындай кристалл тасын қолданамын. Осындай ободок ені 2-2,5 см. Ыстық клейдің көмегімен лентамызды жабыстыратын боламыз. Әр жолақ бір-бірін жауып тұру керек, шеті көрінбейтіндей барынша тартып, арасына клей жағып, осылай орап шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай ободоктың негізі пайда болды. Енді бантикке арналған ленталарымызды шеттерін отпен өңдеп дайындап аламыз. Содан соң барлық ленталарымызды ортасынан бүктеп, ортасын анықтап, осы дәл ортасына екі шетін жабыстыратын боламыз. Осылайша жеке-жеке бантик құрастырып алып, кейін барлығын бір-біріне қосатын боламыз. Ыстық клейдің көмегімен алдымен ең үлкен бантигімізді, одан кейін орташасын, сосын ең кішкентайын кезектен бір-бірінің үстіне қойып, осындай бантик жасайтын боламыз. Енді кристалл тасымызды үстіне жабыстыратын боламыз. Менде шеттері хрусталь тастарымен әшекейленген. Олай жасамасаңыздар да болады. Тастың өзін қойсаңыз да болады. Барлығы сіздің қалауыңызбен. Осылайша бізде өте әдемі бантик пайда болды. Енді ободок пен лентамызды бір-біріне қосатын боламыз. Бұл ретте біз бантиктің орналасу орнын анықтайтын боламыз. Осылай үстінен қойсаңыздар болады. Не болмаса сәл төмендеу түсіріп, шетінен қойсаңыздар болады. Мен осылай шетінен тұрғанын қаладым. Енді бантигімізге клей жағып, клейді бантиктен шығармай жағу керек. Осылай шетіне жабыстырдым. Осымен біздің ободогымыз дайын болды. Кішкентай ханшайымдарыңызға дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің парақшамды белгілеп, инстаграмға салсаңыздар, мен сізді өзімнің инстаграмыма салатын боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыра өтіңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.